Ересек топ. Білім саласы қатынас, шығармашылық, оқу қызметіміз, сөйлеуді дамыту мен сурет. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбын, жұмбақтың жауабын тауып алғанда білесіңдер. Мұқият тыңдаймыз. Суға салсан батпайды, ұрсан тыныш жатпайды. Балалар, айтыңдаршы, бұл не? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл доп. Балалар, бізде доп қандай? Онымен не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, ол дөңгелек, онымен ойнаймыз. Өтепберген Ақбекұлының доп өлеңімен танысамыз. Бәріміз мұқият тыңдаймыз. Домала, доп, домала, балшыққа тең жолама, жек көремін оныңды, бүлдіресің қолыңды, секіріп өт ордан да, секіріп өт жолдан да, қуса күшік жетпесін, машина басып кетпесін. Балалар, айтыңдаршы, бұл өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар, доп туралы. Балалар, бұл доп неден жасалынған? Доп қандай? Қатты ма, әлде жұмсақ па? Допты соққан кезде не болады? Дұрыс айтасыңдар, допты соққанда ол секіреді, себебі ол желденген. Бірнеше доп болса, біз қалай айтаймыз? Дұрыс айтасыңдар, доптар. Доптың бірнеше түрі бар. Футболға, баскетболға, волейболға арналған. Допты әрқашанда жуып таза ұстаймыз. Өлеңді жаттамас бұрын тілімізді жаттықтырайық. Оп, 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 көріп қалдым доп. Ап, 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 домалап кетті қап. Тағы да бір рет тыңдап көріңдер. Домала, доп, домала, балшыққа тек жолама, жек көремін оныңды, бүлдіресің қолыңды, секіріп өт ордан да, секіріп өт жолдан да, қуса күшік жетпесін, машина басып кетпесін. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, серігіп алайық. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ, соқ, соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ, топ, топ. Балалар, кәнеки, осы өлеңді сурет арқылы айтып көрейікші. Домала, доп, домала, балшыққа тек жолама, жек көремін оныңды, бүлдіресің қолыңды, секіріп өт ордан да, секіріп өт жолдан да, қуса күшік жетпесін, машина басып кетпесін. Балалар, осы доп өлеңін үйде қайталаймыз. Осы доптың суретін салып көрейік. Ол үшін бізге қағаз, қылқалам, бояулар қажет. Доптың салу жолын бейнетаспа арқылы тамашалайық.
жарайсыңдар балалар. Осымен біздің оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.